Саламатсыздарбы окуучулар? Сабагыбызды баштамас бұрын әдеттегідей шаттық шеңберін құрып бір-бірімізге тілек айтайық. Бүгінгі сабағымыз сәтті өтсін деп. Мен бүгін Іңкәрға бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақ сәтті өтсін. Өздеріңіз сенімді болыңдар. Бүгінгі сабаққа белсенді қатысыңдар. Бүгінгі сендерге барлықтарыңыз сәттілік тілеймін. Кейбіреулерге сендерге барлықтарына белсенділікті тілеймін. Осы сабақта барлығына да алғы болыңдар. Жақсы, енді оқушылар, тамаша. Мына сандықтың ішінде әртүрлі түсті стикерлер бар. Соны өздеріңе ұнаған түсті таңдап, сол арқылы топқа бөлінеміз. Жақсы. Енді осы түс бойынша жасыл түстілер әлеумет тобына. Келесі түс аламтыр тобына екі топты бөліп қояйық. 30 секунд уақыт берем. Топ басшыларын және топ басшының көмекшілерін сайлап алыңдар. Және де бізде топ басшысы сайланғаннан кейін қалтарады. Келсе сайлағандар топ басшыларында Bunlar koyayım. Жақсы, ендеше топ басшыларына бағалау парағын топтағы әр тапсырма бойынша сіздерге аты-жөнін жазып, осы көрсеткішпен бағалау жасын. Бізде әлеумет тобында кім топ басшысы? Бағалау. Осы бағалау бойынша бағалап отырасың әр саты бойынша. Жақсы, оқушылар, енді қараңдаршы тақтаға. Бізде қандай сурет жабысып тұр? Бұдан нені аңғаруға болады? Әлеуметтік желілер. Тағы не деймін? Әлеуметтік желілер пайдасы бар. Енді қалай білесіңдер? Бүгінгі тақырыбымыз қандай? Әлеуметтік желі. Интернет пен әлеуметтік желідегі қатерлер, иә? Балалар. Жақсы, олай болса, сабағымыздың мақсаты қалай деп ойлайсыңдар? Сабағымыздың мақсаты ғаламторды жаман және жақсы жақтармен танысу. Кім айтады? Интернет пен әлеуметтік желідегі қатерлер. Тағы кім айтады? Кім біледі? Әлеуметтік желілерді іске тәртіптерге негізделген нормалар мен ережелерді анықтау. Жақсы, түсінікті. Олай болса сабағымыз басақ, бірінші біз мәтінмен жұмыс істейміз, иә? Мәтінмен жұмыс. Дамир оқыңызшы мәтін. Әлеуметтік желілерді ішкі тәртіптерге негізделген нормалар мен ережелер қоғамдық стандарттарына сәйкес келеді және оны бұзғаны үшін шын жауапкершілікке тартылатындығын кеш түсініп жатамыз. Бүгінде әлеуметтік желілердің даму тенденцияларына байланысты түрлі көзқарастар бар. Әрине, оның даму басымдықтары әлеуметтік желі бағытталып отырған мақсатты аудиториямен тікелей байланысты. Негізінен, әлеуметтік желілерді белсенді әлеуметтік күш саналатын жастар кеңінен пайдаланады. Қазіргі заманғы қоғамның күнделікті өзгерістер жағдайында жастарға әлеуметтік желі сайттары жол сілтегіш құрал саналады. Сондықтан әлеуметтік желілерге берілген кез келген ақпарат сөздеріне көздеріне мұқият қарағанымыз жөн. Файл әдісі әлеуметтік желілердің даму тенденцияларына байланысты түрлі көзқарастар пікіріне талдау жасаймыз. Жақсы. Енді бізде келесі тәсіл файл әдісі бойынша біз жаңағы оқылған мәтіннің негізгі тапсырмаларын орындаймыз, иә? Әлеуметтік желілердің даму тенденцияларына байланысты түрлі көзқарастар пікіріне талдау жасаймыз, иә? Біз білеміз ғой. Сол қандай әдіс? Негізгі фактор. Негізгі фактор, иә? Негізгі идея. Көтерілген негізгі мәселе. Көтерілген мәселелерді өз ішіне Енді осы тәсілдерді қолданып біз талдайық жаңағы оқылым мәтінін, иә? Ал іске сәт. 2 минут уақыттарында. Және де оқушылар әлеуметтік желілердің даму тенденцияларына байланысты түрлі көзқарастарды анықтау керек. Алдарындағы не сыныптан алған мәнерінде
Olumlar mı okçular? Yok. Jarayonda Ғаламтор тобынан мысалы. Зина, шаруа. Әлеуметтік желі. Жақсы жағы мен жаман жағы. Л. Ғаламтордағы қатерлер. Әлеуметтегі алаяқтардың құрығынан сақтану. Тамаша. Енді біз Ғаламтор тобын 3 апалақ тәсілімен бағалайық. Жақсы, ешқандай артық сұрақтарым жоқ, иә? Ендеше әлеуметтік тобына кім шығады? Шаруа. Біріншісі әлеуметтік желідегі қателіктер мен қатерлер. Екіншісі жақсы жағы мен және де жаман жағы. Үшіншісі әлеуметтік желідегі қауіптер. Төртіншісі болса әлеуметтік желідегі адамның психикасын және де оның ұйқы безін жояды. Қалай бағалаймыз? Ғаламтор? Жақсы. Енді бізде келесі тапсырма сұрыптау деп аталады. Біз Вен диаграммасын жасаймыз. Так, сұрыптау тобынан мен сендерге ақпараттарды беремін. Şimdi de olmuşlar. Inspektöre milletvekillerine nazar alalım. Videogramması sınırlar o ya. Яғни бұл жерде сендер интернеттегі қауіпті және қауіпсіз интернеттегі қауіпті және қауіпсіз деген нәрселерді жазасыңдар. Жалпы қалай ойлайсыңдар? Интернет керек па? Интернеттің пайдасы көп па, аз ба? Ал сендер әлеуметтік тобы сендер не дейсіңдер? Пайдасы көп болғанмен де бірақ зияны да көп. Өйткені қазіргі кезде біз секілді балалардың барлығы да интернетте отырады және де соның кесірінен көбісі жақсы жақтарынан жақсы видео тәрбие алатын нәрсе көп деп мен ойламаймын. Ойламаймын. Яғни бізде ғаламтор тобы мен әлеуметтік тобы ойлары бір-біріне қарама-қайшы болып тұр екен. Соны қазір біз ортаға саламыз. Нешінші сонда табиғат осы тоқта. Мүмкіндіктерді қолданыңдар.
Оқушылар топта жұмыс жасап ережелерін есте сақтаңдар. Топ жұмысына белсене қатысу керек, бір-бірін мұқият тыңдау керек, өзіңнің және әріптестеріңнің жұмысын бағалау керек дегендей белсенді болу керек ең бастысы. Neresi? Оқушылар бізде қалам топтығыз жақындап қалып қойды. Тамаша. Жарайсың қолға. Болдық па оқушылар? Бізде ғаламтор тобы болды. Қане? Әлеумет тобы. Біз етеміз. Әлеумет тобы болдық па? Болды, жақсы олай болса бірінші болған ғаламтор тобы шықсын. Содан бір үш оқушы шыға берсе болады шығар, екеуі қорғап, бірі ортасына ұстап тұрсын да. Әлеуметтік желінің қауіптілігі адам психикасына да әсер етуі. Дұрыс тәрбие алмай әлеуметтік желінің әсерінен. Адамдардың, балалардың миын психикасын құртады. Алаяқтардың қолына түскен олар сенің телефонымен қоса банк карточкаларын бұғаттап тастауы мүмкін. Осы арқылы біз өзімізге керекті мәліметтерді аламыз. Керек ақпаратты, білімді оқуға болады. Электронды кітаптар, ертегілер оқуға болады. Мысалы, кітап оқығанда түсінбейтін балалар да болады. Осы электрон арқылы олар түсініп, өз білімдерін жоғарылатады. Әлеуметтік желінің пайдасымен қоса зияны көп. Қауіпсіз және қауіпсіз жақтары да бар. Бұл ұқсастығы. Тамаша, қалай болайымыз? Келесеміз, е? Ендеше, қане тақтаға жапсырақ, жасағандарымыз келесі той шықсын бізде әлеумет тобы. Некең, келме? Әлеуметтік желілердің қауіпті түрі. Өз профильдеріңе шынайы аты жөндеріңді, мекен-жайларыңды, телефон нөмірлеріңді қою. Күдікті хабарламаларды ашу, оларды жіберу. Желіде біреуді ренжіту, агрессорға дөрекі сөз қайтару. Әлеуметтік желілердегі қауіпсіз түрі. Әлеуметтік желілерде өзіңді сыпайы ұстау, өздерің жайлы ақпараттарды жасыру, антивирустық программаларды жаңартып отыру. Жақсы, тамаша, қалай бағалаймыз? Жақсы, тапсырамыз қанекей тақтаға. Енді бізде келесі тапсырма, ол бізде дебаттық түрде жүреді. Яғни бізде әлеумет тобы мен ғаламтор тобы екеуі. Әлеумет тобы бізде интернетті таттаса, ғаламтор тобы әлеуметтік желіні жақтайды. Яғни ол бізге керек дейді.